Мен қазақтың қарапайым қызымын. Өмірлік жарым үнді азаматы. Қазір азаматтық некедеміз. Өте бақыттымыз. Жолдасым ата-анамның рұқсатын алып, үлкен той жасап, мені Үндістанға алып кеткісі келеді. Бірақ менің әкем өзге ұлттың жетегінен ұстағаныма қарсы. Тіпті енді менің қызым емессің деп, кері бұрылып бетіме қарамай қойды. Әкемнің айтқан сөзі санамнан кетер емес. Ренжіткенім жүрегімді сыздатады. Күйеуімді тастап кете алмаймын, оны сүйемін. Енді не істесем болады? Әкемді қалай көндіре алам? Сіздің бұл жердегі әкеңіздің сенде қызым жоқ деген сөзінің түп негізінде азаматтық неке деген қазақи болмысқа жат келіспеген жағдайға сіздің ұшырауыңыз болуы мүмкін. Кез келген ата-ананың арманы құда жекжат ұзатып, той жасап, әдемі өмір бастағанын қалайды. Ал бұл жерде сіздің өміріңіз өздеріңізше дұрыс болып басталып отыр, ал бұл сіздің әкеңіздің ой пікіріне қайшы келетін ұстаным. Сондықтан да сіздің әкеңіз өзінің баласына қимастық сезімін және өзінің ішкі жан дүниесімен жанашыр ретінде, бірден-бір жанашыр ретінде жақсылық тілейтін адам болғандықтан өмірлік іс тәжірибесіне сүйеніп, үлкен отбасын құрып, әрі қарай 40, 50, 60 жасқа келгенде адамда іштей құлазу кезеңі болатындықтан соны сезініп айтқанда болуы мүмкін әкеңіз. Ешқашан сізге жамандық ойламайтын анаңыз бен әкеңіз. Егер сіздің өміріңіз үйлесімді, гармонияда, дұрыс құндылықтар қалыптасып, өзіңіздің жан дүниеңіз дұрыс, жақсы екендігін сезіп, соны көріп, соны дәлелдей алсаңыз, сіздің әке-шешеңіз де ешқашан қарсы болмайды деп ойлаймын.